Қайырлы күн. Бүгін біз еріктілер лигасы жөнінде әңгіме айтатын боламыз. Және бүгін бізге қонаққа келіп отырған Қазақстан еріктілер лигасының жалпы осы Қазақ ұлттық университеті бойынша филиалының төрайым орынбасары Аружан Талғатқызы. Және қазір сіз экономика және бизнес жоғары мектебінің 3-ші курс студенті боласыз, иә? Сонымен қатар біздің халықаралық қатынастар факультетінің жаңағы еріктілер ұйымының төрағасы Закарин Елнұр және оның орынбасары Джаканова Зарина. Жалпы бұл ұйым жайлы ең бірінші сіздерге қойылатын сұрақ, ерікті деп сіздер кімді түсінесіздер? Кім сіздер үшін ерікті деген жаңағы мағынада қандай адам елестейді, қандай студент елестейді? Ең бірінші сұрақты осылай бастайықшы. Менің ойымша, ерікті деген ақысыз түрде, ерікті түрде қоғамға жұмыс жасайтын жандар болып табылады. Жалпы мен пікірімді білдіре кететін болсам, ерікті, яғни волонтер деп жатады ғой. Президентіміздің өзі осы волонтерлік бұл тегін жұмыс емес, ол азаматтың жауапкершілігін және де осы әлемді жақсартуға дайындығының көрсеткіші деп сөздерінде айта кеткендей, жалпы ерікті ол осы әлемді жақсартуға, адамдарға көмектесуге әрқашан дайын тұратын адамзат боласы деп білемін. Ең біріншіден осы еріктілер, мысалға біз өзімізді алып көрсететін болсақ, еріктілер ең бірінші факультет ішінде құрдық қой. Факультет ішіндегі көрсеткішті жақсарту үшін, барлық мысалға студенттерге көмектесу үшін ең басында бастау болады. Сол мысалға Қазақ ұлттық университетінде 16 факультет болатын болса, соның барлығы бірге келіп университетті дамыту үшін атсалысады. Одан кейінгі мысалға қалалық деңгейде осы университеттер бірге келіп осы қаланы көркейтуге, республикамыздың атын шығаруға әрқашан өзінің көмегін аямайды, атсалысып отырады. Жалпы Қазақ ұлттық университетінде өте көп ұйымдар бар, жақсы жұмыс жасайтын соның бірі осы еріктілер лигасы. Жалпы университет бойынша, факультет бойынша негізгі мақсаттарын айтып беріңіздерші, еріктілер лигасы жалпы немен айналысады, қандай мақсаттары бар нақты? Жалпы негізгі мақсаттарына келіп тоқталатын болсақ, еріктілер лигасы деген ең бірінші қарапайымдылыққа негізделген деп айта аламыз. Ол әрқашанда жаңа айта өткендей жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой, қазақта мақал бар. Сол секілді мысалға кез келген істі, бастау алған істі әрқашанда қолдау көрсететін, шарықтау шегіне жеткізетін осы біздің ұйым болып табылады. Және де біздің ұйым көптеген мысалға қарттар үйімен болсын, балалар үйімен болсын, тағы да басқа мысалға балалардың арманын орындайтын, менің арманым секілді, асаруме секілді көптеген ұйымдармен байланыста түрлі жобалар жасайды бірге отыр. Жалпы еріктілер лигасына қалай келдіңіздер, не себепті бұл ұйымды таңдадыңыздар? Себебі айтып кеткенде жаңа Қазақ ұлттық университетінде өте көп ұйымдар бар. Соның ішінде осы лига волонтеров деп айта берейікші. Осыны таңдаудағы басты себептеріңіз қандай? Мен өзімнің осы лига волонтеровқа қалай келгенім туралы айта кетейін. Ең бірінші мен 2019 жылы осы Алматыға оқуға түскенде ең бірінші күнім осы лига волонтеровпен басталды менде. Ең бірінші мен Алматы қалалық филиал бойынша жұмыс жасап бастадым. Сол жақта әртүрлі жобаларға қатыстық, әртүрлі форумдарды ұйымдастырумен, сонымен қатар спорттық турнирларға қатыстық, қайырымдылық жасаумен айналыстық. Содан кейін бізде Қазақ ұлттық университетінде осы 2021 жылы ашылған болатын. Мен сол өзім 2019 жылдан бері жүргендіктен осы ұйымды таңдап, өзім сіздің жаныңызға жақын болды. Өте жақын болғандықтан осы ұйымдамын қазір. Жалпы қашаннан бері сіздер еріктілер лигасында жұмыс жасайсыз? Жаңа 2019-дан өзіңіз жұмыс жасайсыз, 2021 жылдан бастап осы Қазақ ұлттық университетінде жұмыс жасайсыз. Жалпы Казгу бойынша қанша факультетте жұмыс жасайды? Барлық факультетті қамтиды ма? Барлық факультетті қамтиды. Жалпы ерікті болу, осындай жобалармен айналысу, қоғамдық бір жаңағы атсалысу, қоғамға көмек көрсету сіздерге не берді? Қандай артықшылықтар берді? Қандай сезімде боласыздар? Bir көмек көрсеткен кезде әртүрлі жобалар жасап жүрсіздер ғой, жаңағы қайырымдылық болсын, басқа болсын. Осы кезекте мен жауап бере кетсем, жалпы осы біздің лига волонтерді көбінесе көмек ұйымына ұқсатып жатады. Себебі көмек ұйымы бәріңізге белгілі қайырымдылық жобалармен айналысады. Әрине бізде қайырымдылық жобалармен айналысып отырамыз. Сонымен қатар бізге не берді деген сауалға жауап беретін болсақ, ең біріншіден адамды дамытатын өзіндік жаңағы көшбасшылыққа жетелейтін ортаны сыйлады маған. Сонымен қатар жаныма жақын достарды сыйлады. Әрқашан қолынан келген барын аямайтын, аузын ашса жүрегі көрінетін деп айтып жатады ғой. Ақкөңіл достарды сыйлады бастысы.
мен үшін осындай жалпы басқа ұйымдармен қарым-қатынастарыңыз қандай? Бірге бір жобалар ұйымдастырасыздар ма жалпы? Казгу бойынша немесе тіпті жаңағы Қазақ ұлттық университетінде енді біздің Қазақстандағы үлкен қара шаңырақ деп айтамыз ғой. Басқа университеттермен біріктіріп ұйымдастырған жалпы жобаларыңыз бар ма? Осы кезде айта кететін нәрсе, біз негізінен көптеген ұйымдармен бірігіп жұмыс жасаймыз. Ең бірінші біз көмекпен ұқсас болғандықтан біз көмек қоғамдық қорымен бірге жұмыс жасаған болатынбыз. Яғни балалар үйіне ұқсас болғандықтан қайырымдылық жағынан ұқсасты бізде. Сол жағынан біз бірге жұмыс жасаған болатынбыз. Ал қазіргі таңда алдағы жоспар бойынша бізде Евразия ұлттық университетімен бізде қазіргі таңда бірігіп жұмыс жасаудамыз. Сол бізде үлкен жоба алдыда, бұйырса жоспарда бар. Осы уақытқа дейін ең үлкен ірі ұйымдастырған жобаларыңыз жайлы айтып бересіздер ме? Жалпы университет көлемінде болсын, немесе әртүрлі факультеттердің ұйымдастырған жобалар болады ғой, сол жайлы толығырақ. Бізде ең бірінші ашылған сәтте бізде басталды гараж сейл деген жоба басталды. Бұл жоба яғни біз адамдардан киімдерін жинап, ол киімдерді сату арқылы ақша жинап, немесе қалған киімдерді мұқтаж адамдарға беру арқылы біз көмек көрсеттік. Яғни бұл жоба бізде әлі де жалғасуда. Әртүрлі факультеттерден киімдерді жинап, оларды біз сату үстіндеміз. Өзіміздің жеке инста парақшамыз бар. Сол арқылы біз дамыту үстіндеміз. Бұл шара жылына немесе айына? Әр жыл сайын қайталанып отыратын жоба. Жылына бір рет болады. Осы жыл бастадық, енді әр жыл сайын қайталанып отыратын болады бұл жоба. Және де тағы бір үлкен жобалардың бірі, біз осы Алматы қаласы бойынша СОС балалар ауылымен бірге келісімшартқа отырып, сол бойынша жұмыс жасаймыз. Балалар үйіне барып, оларға көмек көрсетіп, әр апта сайын оларға әртүрлі шаралар ұйымдастыратын боламыз. Бізде білесіздер 2 жыл карантинда отырдық, кішкене офлайн емес, барлық сабақтарымыз, барлық шараларымыз онлайн түрде болды. Жалпы осы карантин, пандемия сіздерге қандай әсерін тигізді? Мысалы, адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасы үзіліп, ондай кедергілерін тудырған жоқ па сіздерге? Менің ойымша, негізінде карантин, пандемия уақытында ең халыққа керек деп түсінгендердің бірі осы еріктілер деп білем. Себебі барлығыңызға белгілі, осы пандемия кезінде халыққа қол ұшын созған бұл еріктілер болатын. Сонымен қатар осы еріктілер жаңа айта кеткендей Қазгу филиалында 2021 жылы қазан айында ашылған болатын. Одан кейін де көптеген мысалға пандемиядан кейін де көптеген жұмыстармен айналысып жатыр. Ары қарай да айналысады. Жалпы алға қойып отырған жоспарларыңыз қандай? Университет деңгейінде болсын, жалпы факультеттер қандай бағытта жұмыс жасап жатыр қазір? Қазіргі таңда бізде әр факультет өзі бөлек қарттар үйіне және де балалар үйін таңдап алған болатын. Солар бойынша олар жұмыс жасайды. Әр апта сайын оларға көмек көрсетеді. Сонымен қатар концерттік бағдарламалар, шоу программалар секілді қойып, соларға көмектесетін болады. Және де жаңа жоғарыда айтып өткендей, біз Евразия ұлттық университетімен қазіргі таңда келісімшартқа отырдық. Біз үлкен жоба жасаймыз бұйырса. Ол жобада біз бір баланың еміне ақша жинайтын боламыз. Қайырымдылық ретінде біз миллионнан астам ақша жинауымыз керек ол жоба бойынша. Жоспарлап отырсыздар. Біз ол баланың барлық данныйларын барлығын алып қойдық. Ол баланың қандай аурумен ауыратынын барлық документтері барлығы бар бізде. Сол бойынша біз жұмыс жасап, оның еміне ақша жинайтын боламыз. Бір адамның өмірін өзгертуге болса да көмек көрсетпексіздер. Жақсы, жалпы мен сіздерге тағы бір сұрақ қоярым. Жалпы бізге келетін Қазақ ұлттық университетіне түсетін студенттерге қандай кеңес бересіздер? Мысалы, сіздер осы еріктілер лигасында не себепті олар осы ұйымды таңдау керек? Жалпы осы таңдау кезінде қандай сіздер оларға мүмкіндік сыйлай аласыздар? Осы жайлы айтып беріңіздер. Жалпы не үшін сіздердің ұйымға келу керек студенттер жалпы? Ең бірінші осы Қазақ ұлттық университетіне түскенде қара шаңырақ деп айтады ғой. Бізде негізінен студенттік өмір өте қызық өтеді біздің қара шаңырақта. Сол себептен біздің университетке түскен абитуриенттер өкінбейді деп ойлаймын. Біздің ұйымды не үшін таңдау керек? Біздің ұйымды таңдау арқылы студенттер тек қана университет қабырғасында шектеліп қана қалмайды. Біз Алматы қаласы бойынша да жұмыс жасаймыз. Сонымен қатар қазіргі таңда біздің төрағамыз Нұрсұлтан Болатұлы, яғни Қазақстан бойынша төраға, ол кісі қазір жоспар қойып жатыр шетелге шығу мүмкіндігін беру туралы. Сол секілді бізде үлкен мүмкіндіктер бар еріктілер лигасында. Бұл ұйымның басқа
ұйымдардан айырмашылығы, яғни сіздер көбінесе студенттерге қайырымдылық жасауға, олардың қоғамдық өмірде бір белсенділіктерін арттыруға, бір-бірімен адамдардың қарым-қатынастарын нығайтуға көмектесесіздер, иә? Солай ғой. Жалпы Заринадан сұрайыншы, бұл ұйымға келгелі жалпы қандай өзгерістер болды өзіңізде? Оңай ма жалпы осы ұйымда қызмет жасау, және қаншалықты қиын? Жаңағы сабақ дейді көп студенттер, үлгере алмаймыз ұйымға кіруге, жұмыс жасауға. Сізге кедергісін келтірмей ме, мысалы, сабаққа қатысуға бұл ұйымның жұмыстары? Иә, неге мені үндемей отырсыздар деп сұрасаңыздар, мен негізі тыңдаған жақсы көрем. Мен осы ұйымға келгелі аз уақыт болды десек те болады, бір айда болған жоқ, бірақ та маған өте қатты ұнайды. Яғни бұл бір ай ішінде көптеген проектілер туралы білдім. Негізінде мен бұның алдында студенттік декан болған едім, студенттік декан қызметін атқарған едім. Бірақ та жаныма ең жақыны осы еріктілер лигасы болды деп айтуға да болады. Себебі мен кішкентай кезімнен бастап осындай көптеген қайырымдылық жасауға ұмтылатын едім. Қалтамда кішкентай ғана ақша, соңғы ақшам қалса да, көптеген адамдарға көмектесуге талпынатын едім деп айтсам да болады. Сабаққа кедергі келтіре ме деп сұрадыңыз. Кедергі ешқандай да келтірмейді. Яғни бұл организацияға қандай студенттер кіру керек деп айтатын болсам, негізінде осы адамдарға көмектесу құлшынысы бар адамдар кірсе екен деп ойлаймын. Сіздер оның, например, айтыңыздар ғой, Нұрсұлтан Бекаиров Болатұлы шетелге жібереді деп. Сіздер ондай нәрселерге қарамай қойыңыздар. Сіздер тек осындай ғана мотивациямен келетін болсаңыздар, бұл ешқандай да сіздерге плюс болмайды деп артықшылықтар бермейді. Себебі сіздерде ешқандай да осындай мотивация болса, например, мен адамдарға көмектесемін деп келулеріңіз керек деп ойлаймын. Себебі адамдарға жақсылық жасау бұл деген 21-ші ғасырда аз болып сирек кездеседі. Өте сирек кездеседі. Қазіргі адамдар адамшылықты жоғалтқан деп айтуымызға да болады. Себебі пандемия кезінде де көптеген адамдар далаға шығуға, яғни жағдайы жоқ болған кезде де біз, яғни еріктілер лигасы адамдарға көмектестік деп, көмек көрсеттік деп айтып жатырмыз ғой. Жалпы келесі қоятын сіздерге сұрағым, еріктілер лигасы ұйымына жаңағы студенттерді қалай аласыздар? Жалпы сіздерге келу үшін белгілі бір критерийларыңыз бар ма? Осы жайлы айтып кетсеңіздер. Бізде ешқандай критерийлер жоқ. Бізде осы көздерінде оты жалындап тұрған, көмектесем деп тұрған, қайырымдылық үшін жанын беретін, осы қазу қара шаңырақтың активистикасына атсалсам дейтін барлық ерікті студенттерді біз қабылдаймыз. Әрі қарай олармен жұмыс жасау барысында оларды көреміз. Олар қандай қайырымдылықтар жасайды, қалай жобаларға қатысады, соған қарай біз жұмыс жасайтын боламыз. Сонымен қатар қоса кететін болсақ, жалпы бізге келген студенттер болашаққа өкінбейді деп ойлаймын. Себебі еріктілер командасына қосылған студенттер әрқашан ерікті түрде дамып отырады. Мысалға, оның бір мысалын айта кететін болса, осы жаңа айтып жатырмыз ғой, республикалық көлемде осы еріктілер лигасы бар деп. Сол еріктілер лигасына біздің қара шаңырақтың атынан тренингтер болған жағдайда жіберіліп отырады. Сол тренингтердің өткеннің арқасында мысалға өздеріне беделді бір лауазым жинап отырады. Мысалға, осы біздің ұйымның ішінде, республикалық ұйымның ішінде Ветта, Гамма деген секілді өзінің белгілі бір дәрежелері бар. Сол тренингтерден өтудің арқасында сол дәрежелерге біртіндеп шығып отырады. Жалпы бүгінгі сұхбатқа келгендеріңізге үлкен рахмет. Себебі қазіргі таңда студенттер біздің жаңа Қазақ ұлттық университетінде өте көп ұйымдар бар екенін жалпы білгенімен, осы Лига волонтеров немесе кез келген ұйым болсын, бізге көбінесе ақпарат дұрыс жетпей жатады. Ол қандай мақсатта жұмыс жасайды, қандай шаралар ұйымдастырады, қандай проектілер жасайды. Сол себепті жалпы ақпаратпен бөліскендеріңізге үлкен рахмет, сізге үлкен рахмет. Жалпы бізге келіп өте жақсы әңгіме құрғаныңызға. Және ең соңғы қорытындылай келе сіздерге қойылатын сұрақ, жалпы бізге келетін студенттерге, бірінші курсқа тапсырайын деп жатқан студенттерге жалпы осы еріктілер ұйымы оларға не бере алады, не үшін осы ұйымды таңдау керек деген сұраққа қорытындылап жауап беріп кетсеңіздер.
Жауап беріп кететін болсақ, жалпы осы еріктілер лигасы жаңа айтады ғой, қазақта сөз бар ғой, бір жеңінен қол, бір жағадан бас шығады. Керек кезде жұмыла қалатын, әрқашан қолын созуға дайын тұратын ұйымдардың бірі де бірегейі, өте жас ұйым болып саналады. Жаңа айта кеттік қой, 2021 жылы құрылды. Соған қарамастан, мысалға республикалық деңгейде құрылып, беделін ұстап отыр. Және де біздің ұйымның ұстанатын басты ұраны, ұлы Абай атамыздың сөзі бар ғой, қарекет қыл, пайдасы жаңағы көпке тисін деген. Сол ұранды ұстана отыра жаңағы көптеген қызметтерін атқарады. Және де болашақ келетін студенттерге айтарым, ерікті болудан ешқандай қорықпаңыздар. Әрқашан тек өздеріңізге жарқын дамушы орта керек болатын болса, сіздерге әрқашан есігіміз айқара ашық, құшақ жая қарсы аламыз. Сондықтан біздің еріктілер лигасына қосылыңыздар дегім келеді. Осы орайда айтып кететіндей, волонтерлік біздің еріктілер лигасы дегеніміз, яғни осы Қазақстандағы волонтерлік істі дамыту болып табылады. Яғни бұл жердегі волонтерлік іс дегеніміз адамның жеке адами қасиеттерін, құндылықтарды, дағдыларды дамытуға септігін тигізетін істер болып табылады. Осы орайда ерікті болу арқылы болашақ біздің университеттің студенттері негізінен көптеген ерекше адами қасиеттерді ала алады, оларды дамыта алады. Және де ең бастысы өте үлкен жарқын дамушы ортаны ала алады. Жалпы университет бойынша тек білім, ғылымды ғана емес, сонымен қатар жаңағы адамның бойындағы адамгершілік қасиетін сақтап қалуға жаңағы септігін тигізетін ұйымның бірі де бірегейі десек болады, иә. Жақсы, сіздерге жұмыстарыңызға, алдағы жоспарларыңызға сәттілік тілейміз. Ары қаратай да жаңағы жақсы университетіміздің, факультетіміздің жаңағы беделін жоғарылататын шаралар, проектілер ұйымдастыра бересіздер деген сенімдемін. Істеріңізге сәттілік. Сіздерге де рахмет көп.